Осы Жошыхан романынан кейін бір араға сәл тыныс тастап, бірақ қатты да көп уақыт өткізбей Батухан романын жазуға отырғам. Жошыхан романы енді ода біраз уақыт алды. Сол Жошыхан романын жазу барысында жинаған деректер, материалдардың барлығы Батуханды жазуды есқатып жатыр. Енді сол қатар жинадым ғой. Сосын бұны жаймен пісіріп, асықпай жылжытып, бір жылдай уақыт жаздым. Сосын қазір енді оқырман талабын ескеру керек, сосын мүмкіндігінше көп сөзділіктен арылу керек. Сондай бір нелерді ескеріп, барынша сығымдап, оқиғаларға қолымнан келгенше жақсы бояулар қосып, бірақ тарих дерегізінен бұрылып кетпей, айнып кетпей деген сияқты жазып бітірдім бұйырса. Бұл енді Жошыхан сияқты 500 беттік үлкен көлемді роман болмауы мүмкін, бірақ кітап бетімен бір 400 бет шамасы, 350-ден жоғары болады. Алла бұйырса алдағы уақытта қараша айының соңында Түркістан қаласында өтетін үлкен деңгейде бір халықаралық кітап жәрмеңкесі бар деп жатыр. Соған таныстырылымын сол уақытқа жоспарлап тұрмыз. Қазір енді мына кітаптың тарауларын реттеу, бас аяғын жинастыру деген шаруалармен айналысып жатырмыз. Құдай қаласа, бұл екінші роман осы айдың қараша айында енді оқырманға жол тартады. Бұл жалпы Жошыханнан басталып, Батумен жалғасып, ертеңгі күні Берке, қаншама даңқты хандар бар. Тоқтамысқа дейін, Алтын Орданың құлауына дейінгі дәуірді сериалдар, роман желісімен түсіруді жоспарлағам. Қазір сол жоспар бойынша келе жатырмыз. Алла күш қуат берсе, басымыз аман, деніміз сау болса, әр жыл сайын, 2 жыл сайын бір-бір романмен оқырмандарды қауыштырып отырамыз деп ойлаймын. Бірнеше студиядан хабарласты, бірақ мен айттым, бұл тарихи фильм түсіру өте көп қаржыны қажет етеді. Сосын жалпы Жошыхан тарихын қысқартып түсіруге тағы келмейді, мүмкіндігінше толық түсіру керек болады. Оған жеке компаниялардың шамасы келмейді ау деп сондай нелерімді айттым. Оған арнайы мемлекеттік деңгейде немесе біздегі үлкен Қазмұнайгаз сияқты үлкен компаниялардың демеулері қосылып түсіруге болады. Қазіргі жаңа техникалар негізін пайдаланып.